Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін өзімнің каналымда сіздерге өте оңай бір жегеннен қашық болатын салаттың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен бізге қажетті заттар: қияр, қайнатылған жұмыртқа, редиска және де аскөк, укроп, пияз, майонез және де тұз, бұрыш қажет. Барлығын осылай дайындап аламыз. Ең алдымен редискамызды менде үлкен болғандықтан екі бөлікке бөліп алдым. Жұп-жұқа етіп турап шығамыз. Егер де редискаларыңыз кішілеу болса, дөңгелек етіп турап алсаңыздар болады. Ыдысымызға саламыз. Енді қиярымызды аламыз. Оны да екі бөлікке бөліп, осылай жіңішке етіп турап аламыз. Қиярды дөңгелек етіп турасаңыздар да болады. Барлығын жұқалап турап аламыз. Қиярымызды турап болғаннан кейін қайнатылған жұмыртқамызды да дәл видеодағыдай кесіп шығамыз. Менде үйдің жұмыртқасы, сондықтан да салатымның түсі сап-сары болып тұр. Бұл бір порция, яғни бір тарелкаға арналған рецепт. Егер де көбірек жасағыларыңыз келсе, 4-5 жұмыртқа қайнатып, 4-5 данадан редиска, огурцы қоссаңыздар болады. Енді аскөктерімізді дәл осылай кесіп шығамыз, майдалап. Кинза ұнатсаңыздар, кинза қоссаңыздар да болады. Мінекей достар, енді татымына қарай бұрыш және де тұз қосамыз. Барлығын майонез қосып араластырамыз. Майонездің орнына қаймақ қосып араластырсаңыздар да болады. Достар, салатымыз дайын. Видео ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең бастысы оңай, қолжетімді ғана заттардан жасалынатын салаттың рецепті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.